Инвестициялау туралы не білу керек? Әдетте адамдар ақша табу үшін жұмыс істейді. Бірақ ақшаны өзіңізге жұмыс етудің жолы бар ма? Бүгін біз өз жинақтарымыз үшін жаңа көкжиектерді қалай ашып оларды, қалай барынша тиімдетуге болатынын білеміз. Сізде қаржылық қауіпсіздік жастықшасы бар ма? Бұл түрлі күтпеген шығыстарға арналған қаражат. Мәселен, қол сұғылмайтын қор. Ол сіздің ай сайынғы жалақыңыздың кем дегенде 6-ауынан тұру керек. Өзіңіздің резервтік қорыңызды құрумен қатар, сіз пассивті кіріс туралы, мысалы, бос қаражатты түрлі қаржы құралдарына инвестициялау жөнінде ойлануыңыз керек. Бұл қаржылық қауіпсіздік жастықшасынан алынатын ақша емес. Инвестициялау үшін еш жағдайда кредит рәсімдеуге немесе біреуден қарыз алуға болмайды. Ақпараттық графика. Қаржы құралдары, пассивті кіріс көзі ретінде банк депозиттері. Банк депозиттері бұл салым жасаудың қарапайым және қауіпсіз әдісі. Депозиттер мемлекет тарапынан қорғалған, сондықтан сіздің жинақ ақшаңызға қауіп төнбейді. Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қорының барынша жоғары кепілдік соммасы теңгелік жинақ салымдар бойынша 20 миллион теңге. Ұлттық валютадағы басқа депозиттер бойынша 10 миллион теңге. Шетел валютасындағы депозиттер бойынша 5 миллион теңге. Жылжымайтын мүлікке инвестициялар. Тұрғын үй немесе коммерциялық меншік сатып алып, оларды қайта сатуға немесе жалға беріп қоюға болады. Бұл тиімді болуы ықтимал, бірақ салық төлеу мен жөндеу, жүргізу сияқты қомақты инвестициялар мен қосымша шығындар қажет болады. Жылжымайтын мүлікке инвестиция мұқият талдауды және ұзақ мерзімді жоспарлауды керек етеді. Жинақтаушы сақтандыру. Бұл құрал сіздің жинақ ақшаңызды қорғайды және маңызды мақсаттарға, мысалы білім алуға немесе үйлену тойына ақша жинауға көмектеседі. Өмірді сақтандыратын жинақтаушы сақтандыру шартын жасасып, болжау мүмкін емес оқиғалардан, кенеттен, аурудан, жазатайым оқиғалардан. Клиент өз өмірі мен денсаулығын сақтандырады, әрі ақша жинайды. Бірақ сақтандыру жарналарын үнемі аударып отыру керек болады. Әйтпесе салынған қаражатты қайтармай, шартты бұзу қаупі төнуі мүмкін. Жинақтау мен сақтандырудың барлық шарттары шартта жазылып көрсетілген. Қол қоймас бұрын оны мұқият оқып шығу қажет. Бағалы металдарға инвестициялар алтын, күміс және де басқа да металдардың құндылығы қай уақытта болмасын сақталады. Әдетте оларға ұзақ мерзімді инвестиция ретінде салым жасау ұсынылады. Бұған Қазақстанның ұлттық банкі шығаратын инвестициялық және коллекциялық монеталар жатады. Дегенмен қымбат металдарды қай уақытта сатып алған және сатқан дұрыс екенін және олардың бағасына қандай факторлар әсер ететінін білу үшін нарықты зерттеген жөн. Бағалы қағаздарға, мысалы акциялар мен облигацияларға инвестициялау жақсы табыс әкелуі мүмкін. Тіпті табыс ақшаны депозитте құр ұстаудан жоғарыда болады. Бірақ бұл жерде тәуекелдерді есте ұстаған жөн. Жаңа бастаған инвесторлар биржада ойнамас бұрын қор нарығының негіздері туралы оқытудан өтуі керек. Әйтпесе барлық инвестицияларын жоғалтып алу тәуекелі туындайды. Сондай-ақ, өздерінің өте пайдалы деп санайтын жобаларына инвестиция салуды ұсынатын мол олжаға кенелтуді уәде ететін және салынған қаражаттың қайтарылуына кепілдік беретін жалған брокерлерге тап болу қаупі бар. Шынайы брокер ешқашан мұндай кепілдіктер бермейді. Себебі қор нарығын болжау мүмкін емес. Шынайы брокердің қаржылық реттеушіден алған лицензиясы болуы керек. Оның бар жоғын қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің egov.kz сайтында тексеруге болады. Тағы бір маңызды тұс, білмейтін және түсінбейтін құралдарға ешқашан инвестиция салмаңыз. Инвестиция салуға тиісті әдебиеттерді, бейне материалдарды зерделеп білетін адамдармен кеңесіп, fingramta.kz сайтын оқып барып, жақсы дайындықпен келу және оған байыппен қарау маңызды. Құралдарды дұрыс талдау қаржылық нәтижелеріңізге қатты әсер етуі мүмкін.